Так, сегодня 6 ноября, 25 год. Едем по Березке. Сегодня собрание. Районный аким. Встреча с жителями села Карасайского района. Это сейчас по-другому не Карасайский, по-другому же. Сельский округ. Да, Умтырский сельский округ. Там со всех прилежащих поселков будут люди. Посмотрим, сколько людей будет. Впервые снимаю я. До этого не снимал. Говорят, что вот березовой аллеи нету. Есть нормально, слава богу. Вот. Дорогу сделали, кто не видел. Смотрите, даже лежащий полицейский. Нам бы вот, я сейчас еду вот по поводу лежащих этих полицейских по Турсумбека и по где недавно была авария, были жертвы. 12-летний мальчик на иномарке сбил машину, 2 смерти. По этому поводу я тоже хочу сказать. Ну и заодно осветить это событие. Если дадут разрешение, наши участковые там уже. Вот. Только что видел, ехали. Посмотрим. И кстати, в новой школе. В этой школе ни разу не был. Обычно мимо только проезжали. В этом году они закончили. Кстати, в этом году хорошо, они быстро, да, закончили стройку? За год, да, или за 2 они построили? За 2. Ну, быстро. Я здесь не езжу. Ну, это сейчас дорога, кстати, у нас как шелковый путь. Так как дороги ремонтируются, вот эти центральные наши, как она называется? Епрепесово? Епрепесово, да. Основная. Ага. Забываю все время название. Ну и вот дорогу сделали, сейчас по ней ездит наша маршрутка 78-я, да? Я обратно, Сейчас все да? по ней. Да, сейчас вот все ездят в объезд. Ну, обещают до Нового года, надеюсь, закончат эти ремонтные. Мы даже пешеходку сделали, смотрите, здорово, с правой стороны, чтобы ездить люди. Так, Березка, как видите, живая. Сейчас посмотрим, дадут разрешение, было бы хорошо. Если нет, зайдем, все равно посидим, да, полчасика. Посмотрим. Посмотрим, что скажет. Я сам не был на таких тоже. Да, надо. С возрастом уже начинаешь задумываться. Вот наша новая, смотрите, школа, вид со стороны. Вон, даже парковка есть. Ага. Березки еще по краям так остались. Автобус даже, вон, смотри. Ага. Вот, футбольная. Наши участковые стоят. Заезжаем на парковку. Вот школа со стороны. Напоминаю, сегодня 6 еще раз ноября, 25 год. Так, вот здесь мы заходим, чуть с опозданием, да? Что происходит? Какое мероприятие, ага? Akşamda gecesi olur. Я. İnşallah. Ага. Yani erте шығар. 6 минут кетті уже. Нешеде жинады? Шаг 2:30 болады деп жатыр, да? Ой, Агирий Бапай, здравствуйте. Вы, как всегда, на посту? Можно, да, зайти? Посмотри, какая красота. Красиво. Прямо, да? Здравствуйте. Нет, Агирий. Нет, здравствуйте. Мы на собрании? Хорошо, хорошо. Слушай, это, я думал, Айгерим наши это. Жоқ, мен таң қалып тұрмын да. Білмеймін соны. Қазір сұрап жатырмыз ғой. Наши участковые. Ходу сразу. О, смотрите, руки помыть, ага. Я, болады. Ой, как красиво. Всем привет. Ау. Не тебе. Мне? Одну минуту. Салам алейкум. Да. Вот у нас такой. Да, ты центр станем. Всем привет. Я. Салам алейкум. Что? Всем привет, здравствуйте. Помашите ручками. Такое у нас активисты нашего Умтырского округа. Очень приятно. Ладно, иди, я здесь. Я тут сяду. Садись. Вот далее снимать.
Чтобы это и Да, с микрофоном кто подходит. Ага, очень хорошо. Сейчас я тебе потом я сосканирую, покажу. Фух, щас. Вроде пришли даже с опозданием, но до сих пор почему-то не надо. Хочу со своей стороны отметить, вообще тему поднять. У нас в поселке по Турсумбека надо поставить лежачие полицейские, потому что после 12 ночи летают машины на иномарках. Недавно была ситуация такая, погибли 2 человека. И один мальчик получил множественные вот эти ушибы, там что-то такое. 12-летний мальчик. Слышали, наверное, да, это где-то месяц, может быть, да, 2-3 недели назад. И вот эту тему мы поднимали сколько раз уже. Но не решается. Сколько собак там сбивает. Вы можете тут сидеть, здесь 2-3 ряда там полные вопросы. И вопросы наши, которые задаваться будет, тоже ты будешь это все. Конечно, все. Хорошо. И куда потом эти данные? YouTube канал. А? На YouTube. Ой, молодец. А тебя нет ведь? Того. Мы не боимся. Потом в местный чат. А вот местный чат Своим отправь. бояться не надо. Нет, еще в местный чат отправь. Нет, весь народ должен знать, что, как собрание проходит. А ты вот так снял сейчас? Вот Весь это? мир. Да. Какие вопросы, какие ответы найдем. Обязательно. Какие обещания. Брейка. Но это многовато. Расстояние немало. Пока не началось, наверное, хочу задать вопрос. Всем приветствие, здравствуйте. Пока не началось у нас собрание, хотелось бы коротко задать вопрос. У кого какие-то наболевшие вопросы? Коротко только. Вот, например, дороги, да? Или там что еще? Кто? Активисты есть руки поднять, я подойду, вот сниму. Это все будет на YouTube канале, ребят. Ага. Ну, будут выступать, снимешь. Да. Нет, чат, нет желания пока? Нет. Ага, потом все посуду хорошо. разогреется. Все хорошо. Хорошо. Просто почему я думаю, у меня такая идея пришла, могу не успеть, какие-то вопросы, может быть, не успеется, а тут зато на камере останется. Ну хорошо, ваше желание. Вы что такие напуганные немножко? Нормально все? Рукой помашите, все? Всем хорошо? Нормально? Всех одно и то же. Дороги, освещение. Ага. Установлены лежачие полицейские. У нас была недавно жертва, да, знаете, вот 2 погибло, 2 на машине. 12-летний мальчик Тегиса. на своей машине, не на своей, на родительских, со всего на 200 км в час летел. Да. И сбил машину. Вы знаете, кто не слышал? 2 там были, мужчина и женщина, погибли на месте. Даже не... А? По Тегисово, да. Машины повылетали. Если бы мое мнение лично, если были бы лежащие полицейские бы, он бы не смог бы разогнаться, даже до 90. Там колеса, да, там колеса остались бы. Я сколько раз поднимал вопрос, просил даже вот наших участковым подходил, говорю, ребята, но они говорят, не в нашей компетенции. Обращаться надо. Вот поэтому я вот думаю, поднять надо вопрос. Так как район, наверное, в его, да? А вот наш директор школы. Здравствуйте, Татешка. Ага. Ну вот, наша тема такая вот болючая. Я сам, у меня свой фотосалон на этой улице. После 12, эти 12-13-летние подростки, не первый год уже, 5 лет подряд, летают после 12 ночи. Даже на зло стоят, и вот с камеры стою, говорит, он развернулся, я проехал мимо, и на меня такой, вум, что будешь делать? Значит, это упущение родителей, прежде всего. Да. Как позволить в это время не то, что самим выходить, еще и транспорт позволять, а? Значит, родители должны... Позволяют они дают ключи. Вообще эту тему надо поднять на законном, прям вот наказать хорошенечко, чтобы... родителей на полных... Не только штрафовать, я считаю даже в тюрьму. Нет, подожди, наверное, уже идет следствие. Шамиль, ты сейчас не Ну посмотрим, как это следствие будет идти дальше. Нет, чего смеется? Здесь смешного ничего нету. Нет, Погибли родители, люди. там Могли родители. погибнуть и ваши дети, и мои дети там живут. Каждый, вот я 5 лет уже с ними воюю. И на YouTube канале вот пробейте, село Жалпаксай, поселок Жалпаксай. И по нашей тоже. Да. И на этих квадроциклах, и на мотоциклах тоже по нашей улочке носятся ночью тоже. Это ужас. Ну вот дошли до жертв. А сколько собак они? Такая скорость была, что собаку от удара
разделила передняя часть от задней. Это какая скорость должна быть? Я это на видео, на YouTube канал выложил. 0 эмоций. Почему не смотрят YouTube канал? Я выкладывал ссылку в общий чат. Почему акимы не следят за этим? Они обязаны это делать. Говорят, пишите письма, пишите письма. И что толку? И что толку? Толку нет же. Надо наказывать, надо принимать меры жесткие. И акимов надо обязать, чтобы они вот эти ссылки и жителям сказать, какие-то проблемы, пишите сразу в YouTube канал и в общий чат, где находится аким. Штрафов толку никакого не будет. Ау. Ты уже начал забрать. Нет, у нас же еще 1 минута осталась. Я пользуюсь случаем. Потом не дадут. Все, я закончил. Где он еще такую массу народа соберет, а? Шамиль? И случай у нас 1 раз в году, да, по-моему, собирается. Дай бог. Ну дай бог. Я как-то считала, по-моему, 10. Я мою проводить. Ну, короче, 6-7. Около 10. Я уже не говорю о самих руководителях коммунальной службы. Тоже не было. Сәлеметсіздер ме? Құрметті Алмалы қауым. Жақындап айтайын ба өстіп? Я. Естіліп тұр ма? Менің есім Бексұлтан Ақылбекұлы. Мен аудан әкімінің орынбасарымын. Бүгінгі жиынға аудан әкімі өзі келу керек еді. Бірақ денсаулығына байланысты қазіргі таңда бұл шараларға қатыса алмай отыр. Сондықтан сіздерге сәлемдемесімен ықыласын жеткізіп отыр. Жалпы бүгінгі жиналысымыздың процесін түсіндіріп берейін. Бүгінгі жиналыс бұл аудан әкімінің халық алдындағы есепті кездесуі, яғни бүгінгі күндегі аудан аумағындағы атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндап өтем. Одан кейін халықпен сұрақ жауапқа көшетін боламыз. Алып қосарларыңыз бар ма осы мәселеге қатысты? Сегодняшний регламент вкратце объясню. Это отчетная встреча акима перед населением. Кішкене мына микрофон просто не кіреді. Микрофон. Бір помехама бірдеңе бар ғой деймін что-то. Сегодня это отчетная встреча акима перед населением. Здесь смотрю основная масса на казахском языке, на государственном. Если будут вопросы некоторые, я могу ответить на русском языке. Но основной у меня доклад будет на казахском. Позвольте тогда мне начать. Я вкратце объясню то, что мы делаем на сегодняшний день, и о планах на 26 год. На этом совещании будет, то есть на этой встрече будут подняты вопросы, которые мы будем планировать на бюджет 26 года. Сразу скажу, то, что мы сразу все не можем реализовать, потому что все вот эти проекты, новые проекты, которые у нас есть, я их озвучу. То, что новые проекты будут, которые вот в ходе нашей встречи будут подниматься вопросы, по ним я буду объяснять, в каком промежутке времени по ним будем работать. Олай болса, тағы алып қосар жоқ болса, онда мен баяндамамды айтуға бастайын. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті жиналған қауым, бүгінгі стат данный бойынша ауданымызда 366 мың халық өңірімізде орналасқан, 47 елді мекен, оның 43-інде үлкен елді мекендер көп есептеледі. 4 елді мекен бұл кезіндегі МТФ, подстанция деген сияқты кішкентай жаңағы 10-20-ға жуық семьялар тұратын ауылдар болып есептеледі. Қарасай ауданының негізгі басым бағыты бұл өндіріс орындары, яғни кәсіпкерлік саласы. Бүгінгі күнде негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер оң динамиканы сақтап отыр. Сіз отырыңыз, сұрақтар болса айтып отырамын.
негізгі айтып өткен кәсіпкерлік саласынан біз бүгінгі күні ауданымыздың бюджетін формировать етеміз. Яғни аудандағы қазіргі таңда біз ауданға инвестор алып келу арқылы жаңа жұмыс орындарын аша отырып, және де қосымша ауданымыздың бюджетіне қосымша жаңағы салық базасын ұлғайту мәселесін мақсат етіп отырмыз. Бүгінгі күнде 9 айда жинаған жаңағы бюджетке түскен салықтарымыз 109 миллиардты құрайды. Жалпы алған кезде 25 жылдың аяғына дейін жоспарымыз 140 миллиард теңгені жинап алу. Яғни оның ішінде республикалық және жергілікті бюджет бар. Көптеген біздің жаңағы үлкен өндіріс орындарымыз республикалық бюджетке 40 миллиардқа жуық қаражат жинаса, жаңағы жергілікті және меншікті кіріске біз 110 миллиардқа жуық өзіміздің қаржымызды жинаймыз. Яғни бұл жиналған қаржының барлығы тек қана біздің өңірге ғана емес, бұл облыстық бюджетке жиналып, сол бюджеттен тиісті басқа да біздің аудандарға, яғни жаңағы дотация толтырған аудандарға да бөлініп беріледі. Сондықтан біздің қазіргі ең негізгі мақсатымыз осы бюджеттерімізді жинастырып, ендігі жылға осы қаржымен жоспарлы жұмыстарды жүргізу. Негізгі Қарасай ауданы әлеуметтік экономикалық мәселелері бойынша жетекші аудандардың бірі болып есептеледі. Бүгінгі күнде ауданымыздың Алматы облысындағы 18 ірі кәсіпорындарының жетеуі біздің өңірімізде орналасқан. Атап айтатын болсақ, RG Brands, Coca-Cola, Хамле, Азия Агрофуд, Эфес, Қағаз Ресалтинг, Келун, Казфарм сияқты үлкен өндіріс орындары. Оның ішінде біздің де жаңағы Ұмтыл ауылдық округінде де 4 өндіріс орны орналасқан, яғни Алсат Қазақстан, Нанотекс, Шай орталығы және Алмалыбақ шаруа қожалық өндіріс кооперативі. Яғни бүгінгі күнге біздің ауданымыздағы жаңағы қаржы есебінің 85% жеке меншік инвесторлардың есебінен құрылуда. Бүгінгі күнде біз көптеген осы инвесторларды тарту арқылы жұмыссыздық деңгейін төмендету мәселесін алдымызға қойып отырмыз. Яғни бүгінгі күнде ауданымызда 10-ға жуық ірі жобалар іске асып, 2300 адам жұмыспен қамтылды. Яғни қысқаша айтып өтетін болсақ, өздеріңіздің ауларыңызда орналасқан Кетинжи үлкен фабрикасы темекі өндірістерін өндіреді. Бұл кәсіпорын бүгінгі күнде бізге 5 миллиардқа жуық өзінің жаңағы бюджетке қаржысын жаңағы құяды деген жоспарымыз бар. Сол сияқты мынау оң жағында мынау қызыл мен көк орналасқан бұл жаңағы Озон, жаңағы мынау Ресей және республика әлем деңгейіндегі жаңағы үлкен жаңағы мынау логистикалық үлкен аумақ. Бұл жерде үлкен складской помещение өздеріңіз көріп тұрғандай. Яғни бұл тек қана СНГ-ның ғана көлемінде емес, барлық мировой брендтердің барлығы Қытай Республикасының жұмыс күші төмен болуына байланысты сол жерден өзінің өндіріс орындарын ашып, жаңағы барлық өңірлерге соны таратып жатыр. Сол себепті біздің қазіргі мына келіп жатқан инвесторларымыз Бакаттың бойында бұл несімен қызықтырып отыр. Қарасай ауданын себебі ол Қарасай ауданына халық тығыз орналасқан және жұмыс орындарына қолайлы орын болып есептеледі. Мына жағында жаңағы Алматы қаласы үлкен мегаполисі және де жаңағы логистикалық направлениялар бұл тек қана жаңағы Западная Европа, Западный Китай емес, жаңағы Центральный Казахстан және де осы арқылы басқа да мемлекеттерге өтіп кетуге жаңағы қолайлы болғаннан кейін осы біздің аумақтарды таңдап отыр. Бүгінгі күнде осы фокус логистик деген кешен бізде 1500 адаммен жұмыспен қамтып отыр. Жалпы жоба 3-4 жылдық іске асады деген жоспарымыз бар. Жалпы аяқталған жағдайда 4,5 мың жұмыс орны жаңадан құрылады деген жоспарға енгізіп қойған болатынбыз. Сол сияқты Apple Logistic, Бурундай контейнер, RAF Production, Neo Milk деген сияқты үлкен компаниялар бүгінгі күні
ауданымызда өздерінің өндірістерін ашып жұмыстарын жүргізуде. Сол сияқты алдымызға қойған жоспарларымыз бар. Бүгінгі күнде 100 миллиард теңгеден асатын 20-ға жуық ірі жобалар ауданымызда іске асырылуда. Яғни атап айтатын болсақ, MP Solution логистикалық кешені, Жаннан Қазақстан компаниясы, жалпы бұлардың бағыттары жаңа жоғарыда айтып өткенде жаңағы үлкен жаңағы складской помещенияларды жаңағы басқа бір сырттағы мемлекеттердің новый брендтер деп айтады ғой, енді сол брендтерге жаңағы орындар беріп, соның жаңағы логистикасын ұйымдастыру мақсатында ашылып жатқан үлкен екі жаңағы складской помещение. Сол сияқты Атек Групп, Алға Макс деген жаңағы заводтар, бұл кірпіш заводы, полистирол бетон заводы. Онымен қоса мына Жібек жолы ауылында Түркияға жақын орналасуына байланысты сол жерде көрсеткен болатынбыз. Каспин Беверидж Холдинг деген сусындар шығаратын үлкен завод ашылғалы жатыр. 200 жұмыс орнын ашып, жалпы құны 15,8 миллиард теңгені құрайтын бағыттар. Бұл енді өндіріс орындарынан бөлек ауданымызда шағын және орта бизнес кәсіпкерлік субъектілерде қарқынды даму үстінде. Бүгінгі күні ауданымызда 41 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісі тіркелген, онда 68 мың адам жұмыспен қамтылған. Оның ішінде Омтыл ауылдық округінің үлесі де бар. 1343 кәсіпкерлік субъектісі тіркеліп, онда 2200-ге жуық адамдар жұмыспен қамтылуда. Кәсіпкерлік саласын дамыту мәселесі мемлекеттің ең басты мақсатының бірі. Яғни бұл бағытта мемлекеттік қолдау шаралары тиісті деңгейде атқарылуда. Яғни айтып айтатын болсақ, ауданымыздағы 69 кәсіпкерге 18,3 миллиард теңге құрайтын жаңағы мынау ұлттық жоба аясында несиелік қолдау шаралары ұйымдастырылған болатын. Бұл енді үлкен кәсіпкерлік субъектілеріне. Шағын және орта бизнестегі субъектілерімізге бүгінгі күнде мемлекеттік қолдау 50 миллион теңгенің көлемінде болып тұр, 32 азаматқа берілді. Оның ішінде сіздердің де ауылдарыңыздың тұрғындары бар бұл жерде. Мұхамеджан Айзат деген азаматша жас балаларға арналған емдік физкультура кабинетін ашқан. Жалпақсай ауылында Ырсалы Нұрсұлу деген азаматша табиғи пластина өндіру үшін құрал жабдықтар сатып алды. Және де Мерей ауылында Пелешенко Владимир ұсақ мал сатып, шаруа қожалықтарын өздері арғай іске асыруда. Кәсіпкерлік саласынан бөлек ауданымызда ауыл шаруашылық саласында қолдау шаралары тиісті деңгейде атқарылуда. Яғни осыдан 3-4 жыл бұрын мемлекеттік жаңағы пилотный проект болды, жаңа Жамбыл облысында ауыл аманаты бағдарламасы аясында. Яғни ауыл аманаты бағдарламасы деген бұл ауылдың жаңағы адамдарының әл-ауқатын көтеру мақсатында мемлекеттің қолдау шараларын жүргізу. Яғни осы бағдарлама арқылы адамдар мал немесе жаңағы өздерінің жаңағы техникасын жаңартуға, немесе де осы ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған өздерінің жаңа тың идеяларын іске асыруға мүмкіндік беретін үлкен бағдарлама болып есептеледі. Осы бағдарлама аясында бүгінгі күні біздің ауданымыздың 263 жаңағы азаматы 2,3 миллиард теңгеге Қонаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына өздерінің құжаттарын ұсынды. Бүгінгі күні 108 жобаға 1 миллиард теңге көлемінде несие берілді. Қалғандары жаңағы қаралу үстінде. Бұл жерде де сіздердің де ауылдарының азаматтары бар. 17,8 миллион теңгеге 2 жоба қолдау тапқан болатын. Жалпақсай ауылында Нұрқабаев 100 балаға арналған балабақша, және де Жалпақсай ауылының тұрғыны жеке кәсіпкер Расул темір металл өндіру үшін несие алып жаңағы кәсібін арқарай жүргізуде. Бұдан бөлек жалпы кооперация мәселесі, яғни 2-3 кәсіпкер өздеріне біріктіріп, өздерінің жаңағы біреуінде мысалға техника болса, екіншісінде жер болса, үшіншісінде мысалға жұмыс күші болатын болса, сол азаматтар бір-бірін жаңағы қолдау арқылы кооперация құрып, тиісті осы кооперация арқылы да қолдау шараларын мемлекет тарапынан білдіруде. Бүгінгі күнде бізде 600 миллион теңгеге 20 өндірістік кооператив құрылды, жалпы жаңағы жеңілдетілген несие алу үшін.
Оның бүгінгі күні 3 өндірістік кооперативі 100 миллион теңге көлемінде 87,8 несие берілді, қалғаны жаңағы құжаттары қаралу үстінде болып отыр. Бұл енді сіздердің де ауылдарыңызда ондай азаматтар бар екенін атап өткім келеді. Бұл жерде жаңағы 28,8 миллион теңгеге Панорама өндірістік кооперативі деген сияқты, және де жаңағы Олжа Береке өндірістік кооперативі 29,5 миллион теңгеге өздерінің жаңағы ірі қара мал басын алуға өтініш білдіріп қолдау тапқан болатын. Бұнымен қоса үлкен кәсіп орындар және ауыл шаруашылық саласындағы кең дала бағдарламасы арқылы 4 ауыл шаруашылық тауар өндірушіге 1 миллиард теңге көлемінде қаржылар берілді. Бүгінгі күнде бұларда өздерінің кәсібін жаңағы ұлғайтуға жұмыс жасап жатыр. Ауыл шаруашылық саласындағы ең өзекті мәселелердің бірі бұл жер мәселесі. Яғни ауданымызда бүгінгі күнде 44 мың гектар жер мемлекеттік қорына қайтарылу керектігі туралы жаңағы анализ жасалған. Бүгінгі күнде мемлекеттің теңгеріміне 14.500 гектар жаңағы жер қайтарылды. Және де 12 мың гектарға жуық жер телімі анықталып, олар бойынша тиісті жаңағы қайта игеру жұмыстары дегеніміз бұл яғни ауыл шаруашылық саласында қызмет жасап отқан біздің азаматтар, яғни кейбірлері жаңағы жерлеріне мал тіркемеген, немесе жаңағы құжаттары дұрыс рәсімделмеген, сол себепті оларға қайта игеру жұмыстары талап етілді. 1 жыл мерзімге жаңағы бақылау шараларына алынды. Онымен қоса 18 мың гектар жер телімі жеке қолдарда екендігі анықталып, тиісті бұлар бойынша да Алматы облысының жаңағы бізде осыны жер қатынастарын реттеу департаменті бар. Сол жерге ұсыныс хаттар жолданды, тиісті соттасу процестері қолға алынатын болады. Жалпы бұл мемлекеттік жаңағы қолдау шараларының аясында, яғни жаңағы мынау кәсіпорындарды қолдау, жеке және орта бизнесті қолдау, ауыл шаруашылығын қолдау сияқты мәселелердің нәтижесінде бүгінгі күнде бізде ауданымызда 6700-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылғанын атап өткіміз келеді. Яғни ауданымыздағы жұмыссыздық деңгейі 4,6%-дан 4,7%-дан 4,6%-ға төмендегені байқалады. Және де мынау айтып өту керек, мына жерде әлеуметтік жаңағы аз қамтылған отбасыларының да саны азаюда. Бүгінгі күнде ауданымызда 585 отбасына ол азайды, яғни 145 миллион теңге үнемделді. Ауданымыздағы және де бір үлкен салалардың бірі бұл адамдарды, яғни тұрғын үйге мұқтаж адамдарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі. Яғни бүгінгі күнде ауданымызда тұрғын үйге мұқтаж 6000 адам бар екенін сіздерге анықтама ретінде айтқым келеді. Бұл мәселемен, яғни бұның санатына кім жатады? Оның санатында ең біріншіден жаңағы мынау отбасында жаңағы ондай мүмкіндігі жоқ, яғни үй сатып алуға. Оның ішінде жаңағы көп балалы отбасылар, жартылай жетім, толық жетім, немесе жаңағы зейнет жасына дейінгі жасқа дейін өздерінің жаңағы жеке баспанасы болмаған азаматтар, яғни бұлар заңға сәйкес тұрғын үй мәселесіне сәйкес жаңағы кезекке тұрып, кезектің жаңағы өзінің ретімен алатын болады. Бұл бағыттағы жұмыстарымыз тиісті деңгейде атқарылуда, яғни жаңағы бұл бағыттағы тұрғын үйлерді беру мәселесін дұрыс жолға қойып, қазіргі таңда жаңағы олардың санын азайту мәселесін алдыға қойып отырмыз. 24 жылы бұл бағытта бізде жеке инвесторлардың жаңағы құрылыс жүргізу нәтижесінде 3 миллиард 400 миллион теңге көлемінде мемлекеттен бізге қаржы қарастырылып, 202 пәтер сатып алынған болатын. Бүгінгі күнде толықтай таратылып берілді. Және де биылғы жылға 245 пәтер сатып алуға 4 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылды.
неге мен мәселеде бұл жерде сатып алдық деген мәселесін қойып отырмын? Себебі мемлекеттің тарапынан, яғни бір объектінің құрылысына оның жерін анықтау және де оған жобалық сметалық құжаттама жасап, оған жаңағы бюджет қарастыру және құрылыс жүргізу үшін кемінде 2,5 жылдан 4 жылға дейін уақыт алады. Сондықтан осы тұрғын үй саласын реттеу мақсатында осындай тәсілге өткен болатынбыз. Яғни жеке кәсіпкерлер бұл бағытта өздерінің жұмыстарын жүргізеді, яғни мемлекеттің тапсырысын орындайды. Сол азаматтардан кейін біз фиксированный цена, значит, жаңағы 360 мың теңгеден квадрат метріне біз сол үйлерді сатып алу жұмыстарын жүргізудеміз. Соны сіздерге айтып өткім келген. Яғни не себепті біз бұны сатып алып отырмыз? Себебі бізге бұл тиімді және қаражаттың жаңағы көп жұмсалуына жаңағы әкеп соқпайды. Яғни мемлекеттің жаңағы 1 шаршы метрдің құрылысын жүргізуге арналған жаңағы біздің жобалық смета 620 мың теңге құраса, бүгінгі күні бізге сол жеке кәсіпкерлер соны 360 мың теңгеден іске асырып отыр. Сондықтан бұл бағыттағы тиісті жұмыстар әлде де өзінің деңгейінде атқарылатын болады. Мына жерден де айтылып көрсетілгендей, жаңағы Елтай ауылдық округіндегі төмен жағында орналасқан жаңағы тұрғын үй 3 этажды, сол сияқты жаңағы мына Өмірзақ деген кешен бар бізде ауданымызда. Мынау білетін болсаңыздар, біздің енді айтамыз ғой жаңағы авторынок деп. Сол авторынктің астында үлкен жаңағы Өмірзақ деген ықшам ауданы ашылды. Сол бағыттағы біз осы мұқтаж адамдарға сол бағытта мемлекет тарапынан үлкен үйлер салынып жатыр. Жалпы бүгінгі күні 200 үй қосымша дайын, және де әлде де жаңағы құрылыстары жүріп жатқан жаңағы 200-ге жуық тағы үйіміз бар. Сонда біз жалпы алғанда 2 жылдың ішінде 800-ге жуық пәтердің жаңағы құрылысын жүргізіп, оны жаңағы халыққа тарату мәселесін қарастырудамыз. Ауданымыздағы және де бір үлкен саланың бірі бұл білім саласы. Бүгінгі күні өздеріңіз көріп отқандай, президентіміздің бастамасымен Самұрық қазына ұлттық қордан жаңағы осы 3 ауысымды мектептердің жаңағы санын азайту мақсатында бүгінгі күнде республика бойынша осындай ең бастамасы комфортный школ деп басталған болатын. Қазіргі таңда оның аты келешек мектеп болып өзгертілді. Келешек мектептердің жаңағы ғимаратында қазір бәріміз бас қосып отырмыз. Яғни бұл жердегі президенттің бастамасының негізгі мәселесі бұл қала мен ауылдың баласы тең құқылы білім алу жаңағы мәселесін қарастыру. Яғни бүгінгі күнде сіздердің ауылдарыңызда осы Алым-Албақ 1000 орындық мектебі ашылып сіздерге қолданысқа берілді. Бұл енді халықтың көп сұрап жүрген мәселелерінің бірі болатын. Сондықтан осы жерде жаңағы тиісті мемлекеттік органдардың бірлесе атқарған жұмыстарының нәтижесінде, яғни бұл деген бір-ақ күндік жұмыс емес, бұл жердің мысалға жерді алу керек, оған жоба жасау керек, оның құрылысын жүргізу керек деген сияқты бұл жаңағы біздің республика аумағындағы жақсы осындай құрылыс жүргізетін фирмалардың жаңағы нәтижесін шығарып, соның ішінде осында бізде BI Group осындай бір жақсы бір ғимаратты салып берген жағдайы бар. Ауданымызда бұл бағыттағы мынау комфортный школ деп айтамыз, жаңағы жайлы мектептер. Ауданымызда оның 8-і жаңағы құрылысын жүргізді. Соңғысы бізде Райымбек ауылдық округінде Бұлақты ауылында жаңағы 900 орындық мектеп салынуда. Онымен қоса жергілікті бюджеттен деп айтамыз, бұл енді облыстық бюджеттен 4 мектебіміз соңғы 3 жылда салынды. Яғни сонда бізде ауданымыздағы неге мектептердің саны көп болып салып жатыстар дегеніміз, бұл бүгінгі күні мен сіздерге жаңа айтып өткендей 366 мың халыққа жеткенбіз біз. Осыдан енді сіздерге біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмесеңіздер де для информации 2014-15 жылдары Алматы қаласына Қарасай ауданының 4 ауылдық округі 14 елді мекенмен 88 мың халықпен бірге кеткен болатын Алматының құрамына. Яғни ол жаңағы
Ақжар, Каменка, Верхний, Нижний, жаңағы мынау Қарағайлы, мына жағында Алғабас деген ауылдардың барлығы бізге қараған болатын. Қазіргі таңда олар Алматының құрамына кірген болатын. Сонда біз 2010 жыл бұрын 214 мың халықпен қалған болатымыз. Қазіргі таңда 366 мың халыққа жеттік. Сонда 10 жылдың ішінде біз почти 120 мың халықпен қайтадан жаңағы өзіміздің деңгейімізге жетіп алдық. Енді қарасаңыздар 120 мың халықтың оның жаңағы тапшылығы, яғни бірінші мәселесі ол білім саласы, екінші мәселесі ол жаңағы денсаулық сақтау және де қосымша жаңағы мынау коммуникация деп айтады бізде, жол, су, свет деген сияқты бағыттар. Сондықтан енді бүгінгі күнде бізде ауданымызда 3 ауысымды мектептердің саны 12 болатын. Соңғы 3 жылда осы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күнде бізде тек қана осы Бұлақ ауылында қалды, кезіндегі приспособленный зданияда, және де балалары үлкен сыныптағы 5-тен 11-ге дейінгі балалар басқа елді мекендерге барып оқытылып отырды. Қазіргі таңда толықтай биылғы жыл біз желтоқсан айында оны ашатын болсақ, біз аудандағы жаңағы 3 ауысымдық мектептермен толықтай шешетін боламыз бұл мәселені. Бірақ алда да жоспарларымыз бар. Соңғы енді 3 жылға біз жоспарлауымыз керек. Кейбір ауылдарымыз уже өсіп келеді. Сондықтан әлде де алдымызда 4-5 елді мекенге жаңағы жер алып, болашаққа жоспарларымызды қоюымыз керек. Себебі жаңағы халық енді бір орында тұрмайды. Сондықтан жаңағы өсу процесі болғандықтан осы бағытқа қарай көңіл бөліп жатырмыз. Жаңа енді айтып өткендей, үлкен салалардың бірі бұл денсаулық сақтау саласы да болып есептеледі. Бұл бағыттағы жұмыстарымыз тиісті деңгейде атқарылуда, бірақ әлде де жоспарлар алдымызға қойып отқан өте көп. Бүгінгі күнде ауданымыздың 47 елді мекеннің 43-інде медициналық жаңағы мекемелер болуы тиіс, бірақ әлде де 7 ауылға медициналық жаңағы амбулатория салу әлі мәселесі қарастыру үстінде. Яғни бізде 7 ауылда жаңағы медициналық көмектер жаңағы орналаспаған. Бұл жаңағы мынау Қайрат, Құмарал, Құмтоған, Жалпақсай, Көлді, Салымшы деген сияқты жерлерде орналасқан жаңағы ауылдарда жоқ. Және де арендада отырған Тұрар, Шалқар, Көләші, Бұлақты, Қайнар ауылдарында. Яғни бұл бағыттағы енді біртіндеп жобалық сметалық құжаттамаларымызды дайындау арқылы құрылыс жұмыстарын жүргізудеміз. Бүгінгі күнде Абай мен Үштерек ауылында 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылыстары жүргізілуде. Міне өздеріңіз көріп отқандай. Және де мынау Қаратөбе ауылында 15 келушіге арналған фельдшерлік пункт жаңағы салынуда. Бұдан бөлек енді бізге көмектесіп отқан жаңағы жеке инвесторларымыз да бар. Олар бүгінгі күні мемлекеттік тапсырысты өздерінің деңгейінде атқаруда. Яғни Новый Инвест деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Елтай ауылында, Көктоған мен Ақсеңгір ауылдарында отбасылық денсаулық сақтау жаңағы орталықтарын ашып іске асыруда. Онымен қоса енді алдымызға қойған жоспарларымыз да бар. Бүгінгі күнде өздеріңіз білесіздер, аудандық орталық аурухананың жаңағы 366 мың халыққа толықтай мүмкіндікте жаңағы сапалы қызмет беруі кішкене төменгі деңгейде. Себебі адам саны көп, бірақ енді сол кездегі салынған жаңағы біздің емхана ол кезде бір 100 мың халыққа арналған. Сонда қазіргі қарасаңыздар мощності 100 мыңға жеткен жаңағы біздің емханамыз почти в 3 раза больше работает. Сондықтан енді бүгінгі күнге ауданымызда 500 келушіге арналған көп салалы медициналық жаңағы емхана салу құрылысын жаңағы жоспарлап отырмыз. Аудан орталығында, мына СДУ-дің төмен жағында бізде жер телімі бар. Жобалық сметалық құжаттамамызды дайындадық. Ол деген біздің мына ауданымыздың көптеген мәселелерін шешуге, және де енді 500 келуші деген ол деген кәдімгідей үлкен аумақтағы больницалардың бірі болады деген жоспарымыз бар. Және де мына атап өту керек, мына төменгі аумақ деп айтамыз. Біз енді таулы аймақтың адамдары болғаннан кейін жоғары төмен деп айтамыз. Жаңағы мынау төменгі аумақ деген мынау Жамбыл, жаңағы Жібек жолы, Елтай ауылдық округінде почти халық саны 3 ауылда есептейтін болсақ 150 мыңға жуық адам сол жерде тұрады бізде. Сол себепті
жаңағы мынау орталықтың нагрузкасын кішкене азайту мақсатында Көлеш ауылында 300 келушіге арналған бастапқы медицина санитарлық көмек көрсету орталығын салу жоспарлануда. Оған тиісті жобалық сметалық құжаттамаларымызды дайындадық. Яғни сонда основном жаңағы біздің орталығымыз жаңағы аудан орталық Қаскелең қаласы күрделі жаңағы операция немесе жаңағы күрделі адамдарды емдеу мәселесімен айналысса, жаңағы мынау Көлеш ауылындағы және мынау Шамалған ауылында білесіздер, жаңағы біздің больницаларымыз бар. Ол жерде адамдарды жаңағы тиісті деңгейде емдеу, күрделі мәселелерін аудан орталығына келіп емдеу мәселесін көздеудеміз. Бұнымен қоса енді халық дамып келуімен жаңағы мынау мәдениет саласына да өзінің көңілін бөліп келеді. Көптеген біздің тұрғындарымыз жаңағы мына мәдениет үй мәселесін сұрауда. Яғни көптеген ауылдарда бізде әлде де мәдениет үйлері қажет етеді. Негізгі жоспар әр елді мекеннің орталығына жаңағы бір жаңағы мәдениет үйін салу немесе сол кезінде приватизацияға кеткен ғимараттарды қайта алу және оған күрделі жөндеу арқылы жаңағы жағдай жасау. Яғни осы елді мекеннің тұрғындары, яғни өздерінің шығармашылығын және де осындай бағыттағы жаңағы жиналыстарын өткізуге арналған жұмыстарын жаңағы жеделдету мақсатында әр елді мекенде бір жаңағы мәдениет үйін салу мәселесін көздеудеміз. Яғни енді бүгінгі күнде ауданымызда 5 елді мекенде мәдениет үйлері бар, бірақ әлде де қажет ететін елді мекендер көптеу деп есептейміз. Енді сол себепті ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында ауданымызда Жібек жолы және IT ауылдарында 200 орындық мәдениет үйлері құрылыстарын жүргізуде. Өздеріңіздің жаңағы ауылдарыңыз, Мерей ауылында үлкен мәдениет үйі бар. Өздеріңіз көріп отқандай, жаңағы ол жақында күрделі жөндеуден өтті. Биылғы жылы көктемде оның ашылу салтанатына қатысқан болатынсыздар. Жалпы ол тек қана жаңағы мәдениет үйі емес, бұл многофункциональный жаңағы ғимарат болып есептеледі. Себебі оның бір жағында спорт залдары бар, бір жағында осындай жаңағы конференц залы бар, және де оның ішінде толықтай осы біздің балаларымыздың шығармашылық дамуына жағдай жасау үшін тиісті жаңағы кружоктар ашуға үлкен площадкалар бар деп айтқым келеді. Бұдан бөлек енді кезінде приватизацияға ауысып кеткен Бекболат ауылындағы ескі мәдениет үйді мемлекеттік ғимаратты мемлекеттік теңгеріміне қабылдап алған болатынбыз. Бүгінгі күні құжаттарын бәрін дайындап, тиісті бюджеттік өтінімімізді республиканың бюджетіне және 26 жылдың облыстық бюджетіне дайындап жатырмыз. Сонымен қатар бұл Жандосов ауылының тұрғындарының сұранысына сәйкес жер телімдері анықталып, тиісті құжаттары дайындалған мәдениет үйінің құрылысына дайындалу құжаттарының дайындалу жұмыстары жүргізілуде. Қысқаша айтып кету керек, енді мына жерде көптеген ауылдарда әлде де жаңағы өнер мектептері де қажет, бірақ аудан орталығында бұл ауадай қажет болып тұр. Себебі көптеген біздің балалар осы өнер саласында өздерінің өнерін көрсетіп республика аумағында жүр. Сол балаларға қолайлы жағдай жасау мақсатында облыстық бюджеттен тиісті қаражаттар бөлініп, облыс әкімінің қолдауымен және де осы кезінде айтып отырмын ғой, жаңа совет өкіметінің кезінде приватизацияға кеткен осы ғимарат болатын. Мына біздің орталық мәдениет үйінің төмен жағында осы Досав деген ғимарат болған. Қазіргі таңда осы өнер мектебі болып жаңағы күрделі жөндеуден өтті. Бүгінгі күні біздің аудан орталығының және сіздердің де балаларыңыз сол жерге барып білім алып жатыр деген жаңағы ойымыз бар. Сол сияқты жаңағы тура осы ғимараттың артында бізде жастар орталығы жаңағы ғимаратының күрделі деппін ғой, жаңағы жаңа строительствоны оң жағында жоғары жағында тұр. Яғни осы ғимаратта адамдарды жаңағы яғни жастарымызды түрлі саладағы жаңағы бағыттар бойынша оқыту шараларын жүргіземіз бе деген жоспарымыз бар. Яғни бұның ішінде толықтай қамтылған заманауи өздерінің жаңағы кабинеттері бар, жаңағы тиісті жаңағы зал совещаниясы бар. Сол сияқты жаңағы басқа да осындай жаңағы оқытуға қажетті
толықтай жаңағы өздерінің залдары бар үлкен бір ғимараттарының бірі болып есептеледі. Және де осы жерде осы жастар болатын болса, егер сіздердің тараптарыңыздан осындай оқыту шараларын жүргіземіз десеңіздер, біз келіп осы жерден сіздерге жаңағы ғимараттың жаңағы кабинеттерін беруге дайынбыз, және осы мемлекеттік тапсырысты, яғни жанашыр болып, осы азаматтарды мен білетін білімді осы басқа да азаматтар білем дейтіндей жағдайын жасаймын дейтін болса, біз жаңағы айқара ашықпыз, жаңағы ашық конструктивті диалогқа. Және де енді жаңағы айтып өткендей, негізгі ең маңызды салалардың бірі бұл коммуналдық сала болып есептеледі. Бұл енді өздеріңізге атап өткендей, жаңағы мынау жолымыз бар, жарығымыз бар, электр жарығымыз бар деген сияқты үлкен ЖКХ-ның саласы. Бұл бағыттағы жұмыстар бізде тиісті деңгейде жұмыстар жүргізілу үстінде. Бүгінгі күнде бізде Қаратөбе және жаңа тұрмыс ауылдарында ауыз су жүйелерінің құрылыс монтаждау жұмыстары тиісті сатысына аяқталу кезеңіне келді. Бүгінгі күнде бізде 1,8 миллиард теңге бөлініп, жалпы құны 5,1 миллиард. Елтай, Жармұхамбет, Шалқар және Қайрат ауылдарында ауыз су жүйелерін жаңғырту бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Яғни 1,8 миллиард теңге республикалық жаңағы бюджеттен бөлінді. Яғни бұл біздің жоба 2 жылға ауыспалы. Яғни бірінші жылы жаңағы тиісті қаражатын игерсе, ендігі жылы жаңағы толықтай аяқталатын болады. Мынау сіздерге енді көршілес орналасқан Кемертоған ауылында жаңағы ауыз су жүйесін жаңғырту жұмыстарын жүргізуге бірінші кезеңіне 4,8 миллиард теңгеге жаңағы өзіміздің жобалау сметалық құжаттамаларымызды дайындадық. Әлде де бұл бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады. Ауданымыздағы электр энергиясының жаңағы тапшылығы байқалуда. Жалпы енді өздеріңізге айтып өткендей, ауданымызда халық санының көбеюіне байланысты жеке инвесторлардың жаңағы салық жаңағы несінен құралады, капиталынан. Яғни бүгінгі күнге біздің ауданымыздағы жаңағы қаржы есебінің 85% жеке меншік инвесторлардың есебінен құрылуда. Бүгінгі күнде біз көптеген осы инвесторларды тарту арқылы жұмыссыздық деңгейін төмендету мәселесін алдымызға қойып отырмыз. Яғни бүгінгі күнде ауданымызда 10-ға жуық ірі жобалар іске асып, 2300 адам жұмыспен қамтылды. Яғни қысқаша айтып өтетін болсақ, мынау өздеріңіздің ауларыңызда орналасқан Кетинжи үлкен фабрикасы темекі өндірістерін өндіреді. Бұл кәсіпорын бүгінгі күнде бізге 5 миллиардқа жуық өзінің жаңағы бюджетке қаржысын жаңағы құяды деген жоспарымыз бар. Сол сияқты мынау оң жағында мынау қызыл мен көк орналасқан бұл жаңағы Озон, жаңағы мынау Ресей және республика әлем деңгейіндегі жаңағы үлкен жаңағы мынау логистикалық үлкен аумақ. Бұл жерде үлкен складской помещение өздеріңіз көріп тұрғандай. Яғни бұл тек қана СНГ-ның ғана көлемінде емес, барлық мировой брендтердің барлығы Қытай Республикасының жұмыс күші төмен болуына байланысты сол жерден өзінің өндіріс орындарын ашып, жаңағы барлық өңірлерге соны таратып жатыр. Сол себепті біздің қазіргі мына келіп жатқан инвесторларымыз мына Бакаттың бойында бұл несімен қызықтырып отыр. Қарасай ауданының себебі ол Қарасай ауданына халық тығыз орналасқан және жұмыс орындарына қолайлы орын болып есептеледі. Мына жағында жаңағы Алматы қаласы үлкен мегаполисі және де жаңағы логистикалық направлениялар. Бұл тек қана жаңағы Западная Европа, Западный Китай емес, жаңағы Центральный Казахстан және де осы арқылы басқа да мемлекеттерге өтіп кетуге жаңағы қолайлы болғаннан кейін осы біздің аумақтарды таңдап отыр. Бүгінгі күнде осы фокус логистик деген кешен бізде 1500 адаммен жұмыспен қамтып отыр. Жалпы жоба 3-4 жылдық іске асады деген жоспарымыз бар. Жалпы аяқталған жағдайда 4,5 мың жұмыс орны жаңадан құрылады деген жоспарға енгізіп қойған болатынбыз. Сол сияқты Apple Logistic, бұрындай контейнер, RAF Production, Neo Milk деген сияқты
үлкен компаниялар бүгінгі күні ауданымызда өздерінің өндірістерін ашып жұмыстарын жүргізуде. Сол сияқты алдымызға қойған жоспарларымыз бар. Бүгінгі күнде 100 миллиард теңгеден асатын 20-ға жуық ірі жобалар ауданымызда іске асырылуда. Яғни атап айтатын болсақ, MP Solution логистикалық кешені, Жаннан Қазақстан компаниясы, жалпы бұлардың бағыттары жоғарыда айтып өткенде үлкен складской помещенияларды басқа бір сырттағы мемлекеттердің новый брендтер деп айтады ғой, енді сол брендтерге орындар беріп, соның логистикасын ұйымдастыру мақсатында ашылып жатқан үлкен екі складской помещение. Сол сияқты Атек Групп, Алға Макс деген заводтар, бұл кірпіш заводы, полистирол бетон заводы. Онымен қоса мына Жібек жолы ауылында жақын орналасуына байланысты сол жерде көрсеткен болатынбыз. Каспин Беверидж Холдинг деген сусындар шығаратын үлкен завод ашылғалы жатыр. 200 жұмыс орнын ашады. Жалпы құны 15-8 миллиард теңгені құрайтын бағыттар. Бұл енді өндіріс орындарынан бөлек ауданымызда шағын және орта бизнес кәсіпкерлік субъектілерде қарқынды даму үстінде. Бүгінгі күні ауданымызда 41 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісі тіркелген, онда 68 мың адам жұмыспен қамтылған. Оның ішінде Омтыл ауылдық округінің үлесі де бар. 1343 кәсіпкерлік субъектісі тіркеліп, онда 2200-ге жуық адамдар жұмыспен қамтылуда. Кәсіпкерлік саласын дамыту мәселесі мемлекеттің ең басты мақсатының бірі. Яғни бұл бағытта мемлекеттік қолдау шаралары тиісті деңгейде атқарылуда. Яғни айтып айтатын болсақ, ауданымыздағы 69 кәсіпкерге 18,3 миллиард теңге құрайтын мынау ұлттық жоба аясында несиелік қолдау шаралары ұйымдастырылған болатын. Бұл енді үлкен кәсіпкерлік субъектілеріне. Шағын және орта бизнестегі субъектілерімізге бүгінгі күнде мемлекеттік қолдау 50 миллион теңгенің көлемінде болып тұр, 32 азаматқа берілді. Оның ішінде сіздердің де ауылдарыңыздың тұрғындары бар бұл жерде. Мұхаммеджан Айзат деген азаматша жас балаларға арналған емдік физкультура кабинетін ашқан. Жалпақсай ауылында Ырсалы Нұрсұлу деген азаматша табиғи пластина өндіру үшін құрал жабдықтар сатып алды. Және де Мерей ауылында Пелешенко Владимир ұсақ мал сатып, шаруа қожалықтарын өздері арғай іске асыруда. Кәсіпкерлік саласынан бөлек ауданымызда ауыл шаруашылық саласында қолдау шаралары тиісті деңгейде атқарылуда. Яғни осыдан 3-4 жыл бұрын мемлекеттік пилотный проект болды. Жамбыл облысында ауыл аманаты бағдарламасы аясында. Яғни ауыл аманаты бағдарламасы деген бұл ауылдың адамдарының әл-ауқатын көтеру мақсатында мемлекеттің қолдау шараларын жүргізу. Яғни осы бағдарлама арқылы адамдар мал немесе өздерінің техникасын жаңартуға, немесе де осы ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған өздерінің жаңа идеяларын іске асыруға мүмкіндік беретін үлкен бағдарлама болып есептеледі. Осы бағдарлама аясында бүгінгі күні біздің ауданымыздың 263 азаматы 2,3 миллиард теңгеге Қонаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына өздерінің құжаттарын ұсынды. Бүгінгі күні 108 жобаға 1 миллиард теңге көлемінде несие берілді. Қалғандары қаралу үстінде. Бұл жерде де сіздердің де ауылдарының азаматтары бар. 17,8 миллион теңгеге 2 жоба қолдау тапқан болатын. Жалпақсай ауылында Нұрқабаев 100 балаға арналған балабақша, және де Жалпақсай ауылының тұрғыны жеке кәсіпкер Расул темір металл өндіру үшін несие алып, кәсібін арғарай жүргізуде. Бұдан бөлек жалпы кооперация мәселесі, яғни 2-3 кәсіпкер өздеріне біріктіріп, өздерінің біреуінде мысалға техника болса, екіншісінде жер болса, үшіншісінде мысалға жұмыс күші болатын болса, сол азаматтар бір-бірін қолдау арқылы кооперация құрып, тиісті осы кооперация арқылы да қолдау шараларын мемлекет тарапынан білдіруде. Бүгінгі күнде бізде 600 миллион теңгеге 20 өндірістік кооператив құрылды, жалпы жеңілдетілген несие алу үшін.
Оның бүгінгі күні 3 өндірістік кооперативі 100 миллион теңге көлемінде 87,8 несие берілді. Қалғаны жаңағы құжаттары қаралу үстінде болып отыр. Бұл енді сіздердің де ауылдарыңызда ондай азаматтар бар екенін атап өткім келеді. Бұл жерде жаңағы 28,8 миллион теңгеге Панорама өндірістік кооперативі деген сияқты, және де жаңағы Олжа Береке өндірістік кооперативі 29-ға 5 миллион теңгеге өздерінің жаңағы ірі қара мал басын алуға өтініш білдіріп қолдау тапқан болатын. Бұнымен қоса үлкен кәсіп орындар және ауыл шаруашылық саласындағы кең дала бағдарламасы арқылы 4 ауыл шаруашылық тауар өндірушіге 1 миллиард теңге көлемінде қаржылар берілді. Бүгінгі күнде бұларда өздерінің кәсібін жаңағы ұлғайтуға жұмыс жасап жатыр. Ауыл шаруашылық саласындағы ең өзекті мәселелердің бірі бұл жер мәселесі. Яғни ауданымызда бүгінгі күнде 44 мың гектар жер мемлекеттік қорына қайтарылу керектігі туралы жаңағы анализ жасалған. Бүгінгі күнде мемлекеттің теңгеріміне 14.500 гектар жаңағы жер қайтарылды. Және де 12 мың гектарға жуық жер телімі анықталып, олар бойынша тиісті жаңағы қайта игеру жұмыстары дегеніміз бұл яғни ауыл шаруашылық саласында қызмет жасап отқан біздің азаматтар, яғни кейбірлері жаңағы жерлеріне мал тіркемеген, немесе жаңағы құжаттары дұрыс рәсімделмеген. Сол себепті оларға қайта игеру жұмыстары талап етілді. 1 жыл мерзімге жаңағы бақылау шараларына алынды. Онымен қоса 18 мың гектар жер телімі жеке қолдарда екендігі анықталып, тиісті бұлар бойынша да Алматы облысының жаңағы бізде осыны жер қатынастарын реттеу департаменті бар. Сол жерге ұсыныс хаттар жолданды, тиісті соттасу процестері қолға алынатын болады. Жалпы бұл мемлекеттік жаңағы қолдау шараларының аясында, яғни жаңағы кәсіп орындарды қолдау, жеке және орта бизнесті қолдау, ауыл шаруашылығын қолдау сияқты мәселелердің нәтижесінде бүгінгі күнде бізде ауданымызда 6700-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылғанын атап өткіміз келеді. Яғни ауданымыздағы жұмыссыздық деңгейі 4,6%-дан 4,7%-дан 4,6%-ға төмендегені байқалады. Және де мынау айтып өту керек, мына жерде әлеуметтік жаңағы аз қамтылған отбасыларының да саны азаюда. Бүгінгі күнде ауданымызда 585 отбасына ол азайды, яғни 145 миллион теңге үнемделді. Ауданымыздағы және де бір үлкен салалардың бірі бұл адамдарды, яғни тұрғын үйге мұқтаж адамдарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі. Яғни бүгінгі күнде ауданымызда тұрғын үйге мұқтаж 6000 адам бар екенін сіздерге анықтама ретінде айтқым келеді. Бұл мәселемен, яғни бұның санатына кім жатады? Оның санатында ең біріншіден жаңағы мынау отбасында жаңағы ондай мүмкіндігі жоқ, яғни үй сатып алуға. Оның ішінде жаңағы көп балалы отбасылар, жартылай жетім, толық жетім, немесе жаңағы зейнет жасына дейінгі жасқа дейін өздерінің жаңағы жеке баспанасы болмаған азаматтар, яғни бұлар заңға сәйкес тұрғын үй мәселесіне сәйкес жаңағы кезекке тұрып, кезектің жаңағы өзінің ретімен алатын болады. Бұл бағыттағы жұмыстарымыз тиісті деңгейде атқарылуда, яғни жаңағы бұл бағыттағы тұрғын үйлерді беру мәселесін дұрыс жолға қойып, қазіргі таңда жаңағы олардың санын азайту мәселесін алдыға қойып отырмыз. 24 жылы бұл бағытта бізде жеке инвесторлардың жаңағы құрылыс жүргізу нәтижесінде 3 миллиард 400 миллион теңге көлемінде мемлекеттен бізге қаржы қарастырылып, 202 пәтер сатып алынған болатын. Бүгінгі күнде толықтай таратылып берілді. Және де биылғы жылға 245 пәтер сатып алуға 4 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылды.
Неге мен мәселеде бұл жерде сатып алдық деген мәселесін қойып отырмын? Себебі мемлекеттің тарапынан, яғни бір объектінің құрылысына оның жерін анықтау және де оған жобалық сметалық құжаттама жасап, оған жаңағы бюджет қарастыру және құрылыс жүргізу үшін кемінде 2,5 жылдан 4 жылға дейін уақыт алады. Сондықтан осы тұрғын үй саласын реттеу мақсатында осындай тәсілге өткен болатынбыз. Яғни жеке кәсіпкерлер бұл бағытта өздерінің жұмыстарын жүргізеді, яғни мемлекеттің тапсырысын орындайды. Сол азаматтардан кейін біз фиксированный цена, значит, жаңағы 360 мың теңгеден квадрат метріне біз сол үйлерді сатып алу жұмыстарын жүргізудеміз. Соны сіздерге айтып өткім келген. Яғни не себепті біз бұны сатып алып отырмыз? Себебі бізге бұл тиімді және қаражаттың жаңағы көп жұмсалуына жаңағы әкеп соқпайды. Яғни мемлекеттің жаңағы 1 шаршы метрдің құрылысын жүргізуге арналған жаңағы жобалық смета 620 мың теңге құраса, бүгінгі күні бізге сол жеке кәсіпкерлер соны 360 мың теңгеден іске асырып отыр. Сондықтан бұл бағыттағы тиісті жұмыстар әлде де өзінің деңгейінде атқарылатын болады. Мына жерде де айтылып көрсетілгендей, жаңағы мынау Елтай ауылдық округіндегі төмен жағында орналасқан жаңағы тұрғын үй 3 этажды, сол сияқты жаңағы мына Өмірзақ деген кешен бар бізде ауданымызда. Мынау білетін болсаңыздар, біздің енді айтамыз ғой жаңағы авторынок деп. Сол авторынктің астында үлкен жаңағы Өмірзақ деген ықшам ауданы ашылды. Сол бағыттағы біз осы мұқтаж адамдарға сол бағытта мемлекет тарапынан үлкен үйлер салынып жатыр. Жалпы бүгінгі күні 200 үй қосымша дайын, және де әлде де жаңағы құрылыстары жүріп жатқан жаңағы 200-ге жуық тағы үйіміз бар. Сонда біз жалпы алғанда 2 жылдың ішінде 800-ге жуық пәтердің жаңағы құрылысын жүргізіп, оны жаңағы халыққа тарату мәселесін қарастырудамыз. Ауданымыздағы және де бір үлкен саланың бірі бұл білім саласы. Бүгінгі күні өздеріңіз көріп отқандай, президентіміздің бастамасымен Самұрық қазына ұлттық қордан жаңағы осы 3 ауысымды мектептердің жаңағы санын азайту мақсатында бүгінгі күнде республика бойынша осындай ең бастамасы комфортный школ деп басталған болатын. Қазіргі таңда оның аты келешек мектеп болып өзгертілді. Келешек мектептердің жаңағы ғимаратында қазір бәріміз бас қосып отырмыз. Яғни бұл жердегі президенттің бастамасының негізгі мәселесі бұл қала мен ауылдың баласы тең құқылы білім алу жаңағы мәселесін қарастыру. Яғни бүгінгі күнде сіздердің ауылдарыңызда осы Алымалы бақ 1050 орындық мектебі ашылып сіздерге қолданысқа берілді. Бұл енді халықтың көп сұрап жүрген мәселелерінің бірі болатын. Сондықтан осы жерде жаңағы тиісті мемлекеттік органдарының бірлесе атқарған жұмыстарының нәтижесінде, яғни бұл деген бір-ақ күндік жұмыс емес, бұл жердің мысалға жерді алу керек, оған жоба жасау керек, оның құрылысын жүргізу керек деген сияқты бұл жаңағы біздің республика аумағындағы жақсы осындай құрылыс жүргізетін фирмалардың жаңағы нәтижесін шығарып, соның ішінде осынау бізде BI Group осындай бір жақсы бір ғимаратты салып берген жағдайы бар. Ауданымызда бұл бағыттағы мынау комфортный школ деп айтамыз, жаңағы жайлы мектептер. Ауданымызда оның 8-і жаңағы құрылысын жүргізді. Соңғысы бізде Райымбек ауылдық округінде Бұлақты ауылында жаңағы 900 орындық мектеп салынуда. Онымен қоса жергілікті бюджеттен деп айтамыз, бұл енді облыстық бюджеттен 4 мектебіміз соңғы 3 жылда салынды. Яғни сонда бізде ауданымыздағы неге мектептердің саны көп болып салып жатсыздар дегеніміз, бұл бүгінгі күні мен сіздерге жаңа айтып өткендей 366 мың халыққа жеткенбіз біз. Осыдан енді сіздерге біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмесеңіздер де для информации 2014-15 жылдары Алматы қаласына Қарасай ауданының 4 ауылдық округі 14 елді мекенмен 88 мың халықпен бірге кеткен болатын Алматының құрамына. Яғни ол жаңағы
Ақжар, Каменка, Верхний, Нижний, жаңағы мынау Қарағайлы, мына жағында Алғабас деген ауылдардың барлығы бізге қараған болатын. Қазіргі таңда бұлар Алматының құрамына кірген болатын. Сонда біз 2010 жыл бұрын 214 мың халықпен қалған болатынбыз. Қазіргі таңда 366 мың халыққа жеттік. Сонда 10 жылдың ішінде біз почти 120 мың халықпен қайтадан жаңағы өзіміздің деңгейімізге жетіп алдық. Енді қарасаңыздар 120 мың халықтың оның жаңағы тапшылығы, яғни бірінші мәселе сол білім саласы, екінші мәселе сол жаңағы денсаулық сақтау және де қосымша жаңағы мынау коммуникация деп айтады бізде, жол, су, свет деген сияқты бағыттар. Сондықтан енді бүгінгі күнде бізде ауданымызда 3 ауысымды мектептердің саны 12 болатын. Соңғы 3 жылда осы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күнде бізде тек қана осы Бұлақ ауылында қалды, кезіндегі приспособленный зданияда, және де балалары үлкен сыныптағы 5-тен 11-ге дейінгі балалар басқа елді мекендерге барып оқытылып отырды. Қазіргі таңда толықтай биылғы жыл біз желтоқсан айында оны ашатын болсақ, біз аудандағы жаңағы 3 ауысымдық мектептермен толықтай шешетін боламыз бұл мәселені. Бірақ алда да жоспарларымыз бар. Соңғы енді 3 жылға біз жоспарлауымыз керек. Кейбір ауылдарымыз уже өсіп келеді. Сондықтан әлде де алдымызда 4-5 елді мекенге жаңағы жер алып, болашаққа жоспарларымызды қоюымыз керек. Себебі жаңағы халық енді бір орында тұрмайды. Сондықтан жаңағы өсу процесі болғандықтан осы бағытқа қарай көңіл бөліп жатырмыз. Жаңа енді айтып өткендей, үлкен салалардың бірі бұл денсаулық сақтау саласы да болып есептеледі. Бұл бағыттағы жұмыстарымыз тиісті деңгейде атқарылуда, бірақ әлде де жоспарлар алдымызға қойып отқан өте көп. Бүгінгі күнде ауданымыздың 47 елді мекеннің 43-інде медициналық жаңағы мекемелер болуы тиіс, бірақ әлде де 7 ауылға медициналық жаңағы амбулатория салу әлі мәселесі қарастыру үстінде. Яғни бізде 7 ауылда жаңағы медициналық көмектер жаңағы орналаспаған. Бұл жаңағы мынау Қайрат, Құмарал, Құмтоған, Жалпақсай, Көлді, Салымшы деген сияқты жерлерде орналасқан. Жаңағы ауылдарда жоқ, және де арендада отырған Тұрар, Шалқар, Көләші, Бұлақты, Қайнар ауылдарында. Яғни бұл бағыттағы енді біртіндеп жобалық сметалық құжаттамаларымызды дайындау арқылы құрылыс жұмыстарын жүргізудеміз. Бүгінгі күнде Абай мен Үштерек ауылында 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылыстары жүргізілуде. Міне өздеріңіз көріп отқандай, және де мынау Қаратөбе ауылында 15 келушіге арналған фельдшерлік пункт жаңағы салынуда. Бұдан бөлек енді бізге көмектесіп отқан жеке инвесторларымыз да бар. Олар бүгінгі күні мемлекеттік тапсырысты өздерінің деңгейінде атқаруда. Яғни Новый Инвест деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Елтай ауылында, Көктоған мен Ақсеңгір ауылдарында отбасылық денсаулық сақтау жаңағы орталықтарын ашып іске асыруда. Онымен қоса енді алдымызға қойған жоспарларымыз да бар. Бүгінгі күнде өздеріңіз білесіздер, аудандық орталық аурухананың жаңағы 366 мың халыққа толықтай мүмкіндікте жаңағы сапалы қызмет беруі кішкене төменгі деңгейде. Себебі адам саны көп, бірақ енді сол кездегі салынған жаңағы біздің емхана ол кезде бір 100 мың халыққа арналған. Сонда қазіргі қарасаңыздар мощности 100 мыңға жеткен жаңағы біздің емханамыз почти в 3 раза больше работает. Сондықтан енді бүгінгі күнге ауданымызда 500 келушіге арналған көп салалы медициналық жаңағы емхана салу құрылысын жаңағы жоспарлап отырмыз. Аудан орталығында, мына СДУ-дің төмен жағында бізде жер телімі бар. Жобалық сметалық құжаттамамызды дайындадық. Ол деген біздің мына ауданымыздың көптеген мәселелерін шешуге, және де енді 500 келуші деген ол деген кәдімгідей үлкен аумақтағы больницалардың бірі болады деген жоспарымыз бар. Бұнымен қоса енді әр ауылдарда жаңа атап өттік. Бұлақты, Шалқар, Қайнар, Бекболат, Ұлан ауылдарында 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулаториялардың құрылыстарын жаңағы жобалық сметалық құжаттамаларын дайындау үстіндеміз. Және де мына атап өту керек, мына төменгі аумақ деп айтамыз. Біз енді
мынау таулы аймақтың адамдары болғаннан кейін жоғары төмен деп айтамыз. Жаңағы мынау төменгі аумақ деген мынау Жамбыл, жаңағы Жібек жолы, Елтай ауылдық округінде почти халық саны былай 3 ауылды есептейтін болсақ 150 мыңға жуық адам сол жерде тұрады бізде. Сол себепті жаңағы мынау орталықтың нагрузкасын кішкене азайту мақсатында Көлеш ауылында 300 келушіге арналған бастапқы медицина-санитарлық көмек көрсету орталығын салу жоспарлануда. Оған тиісті жобалық сметалық құжаттамаларымызды дайындадық. Яғни сонда основном жаңағы біздің орталығымыз жаңағы аудан орталық Қаскелең қаласы күрделі жаңағы операция немесе жаңағы күрделі адамдарды емдеу мәселесімен айналысса, жаңағы мынау Көлеш ауылындағы және мынау Шамалған ауылында білесіздер, жаңағы біздің больницаларымыз бар. Ол жерде адамдарды жаңағы тиісті деңгейде емдеу, күрделі мәселелерін аудан орталығына келіп емдеу мәселесін көздеудеміз. Бұнымен қоса енді халық дамып келуімен жаңағы мынау мәдениет саласына да өзінің көңілін бөліп келеді. Көптеген біздің тұрғындарымыз жаңағы мына мәдениет үй мәселесін сұрауда. Яғни көптеген ауылдарда бізде әлде де мәдениет үйлері қажет етеді. Негізгі жоспар әр елді мекеннің орталығына жаңағы бір жаңағы мәдениет үйін салу немесе сол кезінде приватизацияға кеткен ғимараттарды қайта алу және оған күрделі жөндеу арқылы жаңағы жағдай жасау. Яғни осы елді мекеннің тұрғындары, яғни өздерінің шығармашылығын және де осындай бағыттағы жаңағы жиналыстарын өткізуге арналған жұмыстарын жаңағы жеделдету мақсатында әр елді мекенде бір жаңағы мәдениет үйін салу мәселесін көздеудеміз. Яғни енді бүгінгі күнде ауданымызда 5 елді мекенде мәдениет үйлері бар, бірақ әлде де қажет ететін елді мекендер көптеу деп есептейміз. Енді сол себепті мынау ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында ауданымызда Жібек жолы және Айти ауылдарында 200 орындық мәдениет үйлері құрылыстарын жүргізуде. Өздеріңіздің жаңағы ауылдарыңыз, Мерей ауылында үлкен мәдениет үйі бар. Өздеріңіз көріп отқандай, жаңағы ол жақында күрделі жөндеуден өтті. Биылғы жылы көктемде оның ашылу салтанатына қатысқан болатынсыздар. Жалпы ол тек қана жаңағы мәдениет үйі емес, бұл многофункциональный жаңағы ғимарат болып есептеледі. Себебі оның бір жағында спорт залдары бар, бір жағында осындай жаңағы конференц залы бар, және де оның ішінде толықтай осы біздің балаларымыздың шығармашылық дамуына жағдай жасау үшін тиісті жаңағы кружоктар ашуға үлкен площадкалар бар деп айтқым келеді. Бұдан бөлек енді кезінде приватизацияға ауысып кеткен Бекболат ауылындағы ескі мәдениет үйді мемлекеттік ғимаратты мемлекеттік теңгеріміне қабылдап алған болатынбыз. Бүгінгі күні құжаттарын бәрін дайындап, тиісті бюджеттік өтінімімізді республиканың бюджетіне және 26 жылдың облыстық бюджетіне дайындап жатырмыз. Сонымен қатар бұл Жандосов ауылының тұрғындарының сұранысына сәйкес жер телімдері анықталып, тиісті құжаттары дайындалған мәдениет үйінің құрылысына дайындалу құжаттарының дайындалу жұмыстары жүргізілуде. Қысқаша айтып кету керек, енді мына жерде көптеген ауылдарда әлде де жаңағы өнер мектептері де қажет, бірақ аудан орталығында бұл ауадай қажет болып тұр. Себебі көптеген біздің балалар осы өнер саласында өздерінің өнерін көрсетіп республика аумағында жүр. Сол балаларға қолайлы жағдай жасау мақсатында облыстық бюджеттен тиісті қаражаттар бөлініп, облыс әкімінің қолдауымен және де осы кезінде айтып отырмын ғой, жаңа совет өкіметінің кезінде приватизацияға кеткен осы ғимарат болатын. Мына біздің орталық мәдениет үйінің төмен жағында осы Досав деген ғимарат болған. Қазіргі таңда осы өнер мектебі болып жаңағы күрделі жөндеуден өтті. Бүгінгі күні біздің аудан орталығының және сіздердің де балаларыңыз сол жерге барып білім алып жатыр деген жаңағы ойымыз бар. Сол сияқты жаңағы тура осы ғимараттың артында бізде жастар орталығы жаңағы ғимаратының күрделі деппін ғой, жаңағы жаңа строительство оң жағында жоғары жағында тұр. Бұл жастарға қызмет көрсету орталығы деген ғимаратымыз. Бұл тек қана жаңағы
жастардан бөлек орта буындағы азаматтарға жаңағы өздерінің қызметін көрсету орталығы есептеледі деген жоспарымыз бар. Яғни осы ғимаратта адамдарды, жаңағы яғни жастарымызды түрлі саладағы жаңағы бағыттар бойынша оқыту шараларын жүргіземіз бе деген жоспарымыз бар. Яғни бұның ішінде толықтай қамтылған заманауи өздерінің жаңағы кабинеттері бар, жаңағы тиісті жаңағы зал совещаниясы бар. Сол сияқты жаңағы басқа да осындай жаңағы оқытуға қажетті толықтай жаңағы өздерінің залдары бар үлкен бір ғимараттарының бірі болып есептеледі. Және де осы жерде осы жастар болатын болса, егер сіздердің тараптарыңыздан осындай оқыту шараларын жүргіземіз десеңіздер, біз келіп осы жерден сіздерге жаңағы ғимараттың жаңағы кабинеттерін беруге дайынбыз, және осы мемлекеттік тапсырысты, яғни жанашыр болып, осы азаматтарды мен білетін білімді осы басқа да азаматтар білем дейтіндей жағдайын жасаймын дейтін болса, біз жаңағы айқара ашықпыз, жаңағы ашық конструктивті диалогқа. Және де енді жаңағы айтып өткендей, негізгі ең маңызды салалардың бірі бұл коммуналдық сала болып есептеледі. Бұл енді өздеріңізге атап өткендей, жаңағы мынау жолымыз бар, жарығымыз бар, электр жарығымыз бар деген сияқты үлкен ЖКХ-ның саласы. Бұл бағыттағы жұмыстар бізде тиісті деңгейде жұмыстар жүргізілу үстінде. Бүгінгі күнде бізде Қаратөбе және Жаңа Тұрмыс ауылдарында ауыз су жүйелерінің құрылыс монтаждау жұмыстары тиісті сатысына аяқталу кезеңіне келді. Бүгінгі күнде бізде 1,8 миллиард теңге бөлініп, жалпы құны 5,1 миллиард. Елтай, Жармұхамбет, Шалқар және Қайрат ауылдарында ауыз су жүйелерін жаңғырту бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Яғни 1,8 миллиард теңге республикалық жаңағы бюджеттен бөлінді. Яғни бұл біздің жоба 2 жылға ауыспалы. Яғни бірінші жылы жаңағы тиісті қаражатын игерсе, ендігі жылы жаңағы толықтай аяқталатын болады. Мынау сіздерге енді көршілес орналасқан Кемертоған ауылында жаңағы ауыз су жүйесін жаңғырту жұмыстарын жүргізуге бірінші кезеңіне 4,8 миллиард теңгеге жаңағы өзіміздің жобалау сметалық құжаттамаларымызды дайындадық. Әлде де бұл бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады. Ауданымыздағы электр энергиясының жаңағы тапшылығы байқалуда. Жалпы енді өздеріңізге айтып өткендей, ауданымызда халық санының көбеюіне байланысты жатыр. Сол себепті осы мощностьті көбейту мақсатында Көлік ауылында және Жармұхамбет ауылдарында электр станцияларын қосымша салу мәселесі көзделуде. Онымен қоса мына советтер өкіметі кезінде салынып кеткен линияларымыз бар, яғни жаңағы ашық сымдар деп айтады ғой. Сол сымдарды жаңағы қазіргі заманауи бағытқа келтіру мақсатында біз жаңағы 4 елді мекенде, яғни Елтай, Исаев, Батам, Бекболат ауылдарында электр желілерін жаңғырту жұмыстарын жүргіздік. Және де алдағы уақытқа жаңағы ауданымыздың 14 елді мекеніне, яғни оның ішінде жаңағы мынау Қаскелең, Қайнар, Көләші, Жібек жолы, Жамбыл, Шамалған, Береке, Жармұхамбет, Көкөзек, Ұлан, Жандосов, Тұрар, Кемертоған деген сияқты ауылдарға электр жаңағы желілерін жаңғырту мәселесі бойынша 4,6 миллиард теңгеге бюджеттік өтінім дайындап отырмыз. Және де бір салалардың бірі бұл жаңағы кешкі жарықтандыру, түнгі жарықтандыру жұмыстары. Яғни бүгінгі күнде бізде ауданымызда 12 елді мекеннің 16 жаңағы көшесіне жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде енді мына жайлы мектеп ұлттық жоба аясында салынған 8 мектепке де апаратын жолдар қамтылған болатын. Ауданымыздағы жаңағы атап өткендей бір салалардың бірі бұл, яғни автокөлік жолдар саласы болып есептеледі. Ауданымыздағы бүгінгі күні 21 елді мекеннің 102 көшесіне 81 шақырым жөндеуге 2,7 миллиард теңге жаңағы бөлініп, тиісті жұмыстар жүргізілді. Сіздердің де ауылдық округтеріңізде бұл бағыттағы жұмыстар ауылдықтың әкімдіктің сұранысына сәйкес жаңағы жобалық сметалық құжаттамалар дайындалған болатын. Оның ішінде атап өту керек,
жайлы мектептерге барар жол, және де мына Наймантаев көшесі, Байтөбе көшесі, жаңағы Жалпақсай ауылында жаңағы Байғұл көшесі ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өткен болатын, және де алдағы уақытта да бұл бағыттағы жаңағы жоспарларын ауылдың әкімдерімен жаңағы келісетін боласыздар. Тиісті енді бұл бағыттағы негізгі мәселе жаңағы основной масса көп халық жүретін жолдарға көңіл бөліп жатырмыз. Кейінгі таңда жаңағы елді мекендердің өзі ішкі көшелеріне, яғни үлкен көшелеріне қарай жаңа асфальттау мәселесін жаңағы іске асыратын боламыз. Онымен қоса енді ауданымыздағы автобустық маршруттар туралы айтып өткім келеді. Соңғы осы бір 10 жылдықта автобустық маршруттарымыз өздеріңіз білесіздер, жаңағы тек қана маршрутның способын, жаңағы кішкентай ғана маршруткалар жүзеге асырған болады. Енді соңғы осы 2-3 жылдың ішінде ауданымызда біздің 34 автобустық маршрут халыққа қызмет көрсете бастады. Енді оны сіздерге ақпарат ретінде атап өтуіміз керек. Яғни основной масса 27 маршрутты Алматы қаласының жаңағы бюджетінен қарастырылуда бұл. Себебі Алматы қаласының маңайында орналасқан 50 шақырым жаңағы орналасқан елді мекендерді субсидия арқылы жаңағы осы маршруттарды жүргізіп отыр. Ал енді қалған 7 маршрутты жаңағы республика біздің облыстық бюджеттен жаңағы қаражаттары қарастырылып тиісті жұмыстар атқарылуда. Яғни сіздердің ауылдарыңызда 9 және 78 маршруттар бар. Және де енді халықтың жаңағы өсуіне байланысты кейінгі кезекте әлде де қарайтын болаймыз бұл бағыттағы жұмыстарды. Менің баяндамам аяқталды. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Мен максимально қысқаша сіздерге осы мәселені жеткізуге тырыстым. Ендігі кезекте сұрақтарыңыз болатын болса, мынау бізде микрофондар бар деп ойлаймын. Микрофондар бар, қолдарда азаматтардың қолдарыңызды көтеріп, жаңағы микрофондарыңызды алуларыңызға болады. Немесе жаңағы мынау ортада орналасқан